Алматы қаласының азық-түлік дүкендерінде жалданбалы кассирлер дүкеннен зат ұрлап, кассадан ақша жеп жүргендері анықталды. Оқиға орнынан тілшіміз. Бұндай қылмыс қазір тіркеліп жатыр. Енді қазіргі таңда бұл қылмыс түрі ерекше өршіп тұр. Азық-түлік дүкендері мен шағын маркеттер ай сайын миллиондаған көрінбейтін шығынға ұрынып жатыр. Енді қазір бұл кісіні тергеу изоляторына қамап, келтірілген шығынға сай тиісті жазасын қолданатын боламыз. Мен кассир отқан адам, ана япшымайды машина бұзылып қап, соның ремонтына ақша керек болыпна, үйдің астына магазинге кассир керек дегенге келгенмін ғой. Алдымда пора-пора ақша айналаң толған продукты, кешкісін 100 граммдар жаққа қарап күрсініп қоям. Қасастарым болғанда қасында деп. Қашан жүресің? Бірінші күн жаймен деп 2 штук темекі ұрлап бастадым. Хозяйка байқамайды. Ертеңіне доширак істеп кеттім. Одан тушенка ұрлай бастадым. Сосын өзім тәтті бірдеңе жеп отырсам, үйдегілер қара суға крашки былғап жеп отыр ғой деп уайымдап кететін бар еді. Жаймендеп үйге алып бастадым. Қатын боянатын болды. Бала шаға өшім хлопья жейтін болды. Өшім өзің аш болып айналаңда тамақ толып тұрған кезде ұрлай бастайды екенсің ғой. Өшім арты құнығу болып кете береді екен ғой. Енді умак деген системаны орнатып тастайын деп отыр. Атаң бас ұрлайсың енді. Осы күнге дейін ұрлағандардың бәрін есептесе 5 жыл мына жерде тегін жұмыс істейді деп тұрмын ғой, ептігідік. Дұрыс айтасыз. Біздің умак жүйеміз ең бірінші складтағы және кассадағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған. Біздің жүйеміздің қолданушылары бір мәрте басында тауарлар санын есептеп базаға тіркеп алғаннан кейін, әрі қарай телефонмен ғана складтағы бар тауарды, кассадағы ақша мөлшерін, бір күндік сауда, айлық оборот және маржа жайлы толық ақпаратты біліп отыра алатын болады. Ұрлық сырттан, бөтен жақтан келмейді. Сол себептен умак жүйесін орнатып, өз кәсібіңіздің қауіпсіздігіне сенімді болыңыз. Қатираш Қатықова, Сағираш Сауда-саттықова, БТК арнасы.